Сәлеметсіздер ме балалар, жағдайларыңыз қалай? Сіздермен тағы да мен қазақ тілі 3 сынып 90 сабақ. Сабақтың тақырыбы бізде болымды және болымсыз етістік балалар. Ендеше балалар, бізге берілген тапсырманы қарайық. Бізге берілген 28 жаттығу етістіктерді салыстырып оқы. Олардың мағынасында қандай өзгешелік бар екенін аңғар. Жүзбек, жазба, күлме, барма, төк пе, тақ па. Қосымшалы етістіктерді көшіріп жаз, түбірі мен қосымшаны тиісті белгімен белгіле. Жүз түбірі бе қосымша, жазба жаз түбірі ба қосымша, күл түбірі ме қосымша, бар түбірі ма қосымша, төк түбірі бе қосымша, тақ түбірі ба қосымша. Ал балалар, бізде келесі жаттығу 29 жаттығу мақалды жатқа көркем жаз. Атаңның баласы болма, адамның баласы бол. Яғни бұл жерде атаңның да, адамның да, жалпы күллі әлемнің баласы бол делінген, иә. Мақалдың мағынасын түсіндір, қарамен жазылған етістіктерді салыстырып, олардың мағынасында қандай өзгешелік бар екенін айт делінген. Етістік болымды, күл, жаз және болымсыз, күлме, жазба болып бөлінеді. Болымсыз етістік болымды етістікке ма, ме, ба, бе, па, бе жұрнақтары жалғану арқылы жасалады. Ерінбе, бұзба, жұлма. 30 тыйым сөздердің қатесін түзеп көшіріп жаз. Босағада тұрма, көк шөпті жұлма, малды теппе, ақты төкпе. Босағада тұрма, көк шөпті жұлма, малды теппе, ақты төкпе. Ал балалар, бізде келесі соңғы жаттығу ребустың шешуіндегі сөз болымсыз етістік бола ала ма? Ойыңды дәлелде делінген. Бұл жердегі ребустың шешуі баспа. Баспа, бас түбірі па, жұрнақ. Я балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Менің каналымда қазақ тілі және де қазақ әдебиет, математика сабақтарының 3-ші, 2-ші, 1-ші класстың сабақтарының барлық жауаптарын сіздерге арнап салып қойған болатынмын. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Кімде-кім менің каналыма алғашқы болып тіркеліп алған жағдайда менің шығарған сабақтарымның жауаптары сіздерге алғашқы болып көрінетін болады балалар. Менімен болғандарыңызға көп рахмет балалар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар балалар.